иә, естіліп тұр. Рахмет. Бүгінгі оқытуды бастайтын боламыз. Менің есімім Гүлжан, бірыңғай кадрлық жүйесі қызметкері, ұйымының қызметкері боламын. Яғни бірыңғай кадрлық жүйе бойынша сіздерге оқыту үйрететін боламын. Инженерлі техникалық орталық қызметкерінен боламын. Жалпы бүгінгі оқытуды бастамастан бұрын біз назар аударуды сұраймын. Яғни қазір мен сіздерге ақпараттық жүйе бойынша видео нұсқаулықты көрсетемін. Әріптестер, камераларыңызды қосып, дауыстарыңызды өшірсеңіздер. Демонстрация зара жасалып жатыр. Өшірсеңіз. Рахмет. Назарларыңызға видео нұсқаулық. Бірыңғай кадрлық жүйе – бұл кадрлық іс жүргізу мәселелерін оңтайландыруға және автоматтандыруға арналған жүйе. Жүйе 2020 жылы әзірленіп іске қосылды. Ақпаратты қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі бойынша барлық сынақтардан өтті. Жүйенің функционалдылығы, қызметкерлер туралы деректер қоймасын орталықтандырудан, нақты Бірыңғай кадрлық жүйе – бұл кадрлық іс жүргізу мәселелерін оңтайландыруға және автоматтандыруға арналған жүйе. Жүйе 2020 жылы әзірленіп ақпаратты қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі бойынша барлық сынақтардан өтті. Жүйенің функционалдылығы, қызметкерлер туралы деректер қоймасын орталықтандырудан, нақты уақыт режимінде мәліметтерді жаңартудан, есептілік және кадр құрамы туралы деректерді талдаудан тұрады. Бұл дегеніміз деректерге қол жеткізуді жеңілдету, кадрлық іс жүргізудің тиімділігін арттыру және деректер қауіпсіздігі талаптарын сақтау. Бірыңғай жүйеде кадр, басқару және есепке алу қызметін жүргізу, кадрлық іс жүргізу процестерін стандарттау, персоналды басқару процестеріне уақыт шығындарын азайту, қателіктердің пайда болу ықтималдылығын төмендету, қағаз іс жүргізуді электрондық іс жүргізуге ауыстыру, бірыңғай жүйедегі есептілік талдауы, деректерді қосарлап енгізуді алып тастау, меритократия қағидаттарын ескере отырып, бос лауазымға кандидаттарды іріктеу үшін бірыңғай жүйедегі деректердің ашықтығы мен объективтілігі. Бірыңғай кадр жүйесі бірнеше модульдерден тұрады. Кадрлық іс жүргізу – бұл қызметкерді қабылдаудан бастап, еңбек шартын бұзуға дейінгі жұмыс беруші мен жұмысшылар арасындағы еңбек қатынастарының процестерін көрсететін бірыңғай стандарттар мен талаптар. Кадрлық іс жүргізу қызметкердің еңбек және кәсіби қызметі, оның жетістіктері мен еңбегі туралы мәліметтердің бірыңғай қоймасы болып табылады. Стандартталған кадрлық іс жүргізу жөніндегі талаптар нақты уақыт режимінде статистикалық және талдамалық есептілікті жүргізуге және орталықтандырылған өзекті мәліметтерді алуға мүмкіндік бермей, құжат қызметінің аяқталуына байланысты оқиғаларды бақылауға мүмкіндік беретін хабарландыру механизмі жүйенің қосымша артықшылығы болып табылады. Жүйені басқа ақпараттық базалармен біріктіру, персоналды және жедел басқаруға ықпал етеді. Адам қателіктерін азайтып, кадрлық қызмет жұмыскерлерінің жүктемесін төмендетеді. HR процестер модулі персоналды басқарудың бизнес процестерін оңтайландыра отырып, сапалы көрсеткіштермен жұмыс істеуге арналған. HR процестері келесі бағыттарда автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Кадрларды іріктеу, кадр резерві, қызметкерлерді оқыту және дамыту, атқаратын лауазымына сәйкестігін талдау. Белсенді режим. Қазіргі уақытта бірыңғай кадр жүйесінде кадр құрамы бойынша жинақталған мәліметтер негізінде әртүрлі заңдылықтарда ықтимал бұзушылықтар мен тәуекелдерді анықтауға болады. Енді келесі кезекте біздің Connect.kz сайтымыз, яғни бұл жерден сіздер бірыңғай кадрлық жүйесі бойынша толыққанды ақпаратты ала алатын боласыздар. Яғни оң жағында қарайтын болсаңыздар, бұл жерде сіздерде қазақша және де орысша интерфейс көрсетілген. Біз туралы толыққанды ақпарат, яғни инженерлі техникалық орталық туралы. Сонымен қатар, жаңағы біздің бірыңғай кадрлық жүйесі бойынша мәлімдеме бұл жерде, мәлімет және де видео көрсетілген. Келесі кезекте шарт жасасу және де сатып алудың ұйымдастыруға арналған ақпараты көрсетілген. Сіздер өздеріңізге жаңағыдай коммерциялық ұсыныс бөлігін қарай аласыздар. Бұл жерде толыққанды ақпарат
белгіленіп тұр. Сонымен қатар жүктеп алуға Көрінмей мүмкіндіктеріңіз бар. жатыр ғой, қатып қалды ғой. Экран көрінбей тұр ма? Қатып қалды ғой. Қатып қалды ғой. Көрініп тұрған жоқ. Енді көрініп тұр ма сіздерге? Көрінді. Қалып жатыр. Бұл жерде сіздерде бізде Connect KZ сайты бар. Яғни бұл жерде сіздер толыққанды ақпаратты ала алатын боласыздар. Инженерлік техникалық орталығы бойынша мәлімет. Сонымен қатар жаңағы сіздерге көрсетілген видео, бұл жерде жазба көрсетілген, және де бірыңғай кадрлық жүйесі бойынша ақпарат көрсетілген. Мән беретін жағдай, бұл жерде сіздерге бірыңғай кадрлық жүйесі, жаңағыдай ақпараттық жүйе масштабтау Қазақстан Республикасының президентінің 2024 жылы 21 қарашадағы нөмірі 709 жарлығына сәйкес енгізілген болатын. Келесі кезекте сіздер бұл жерде шарт жасасу және де сатып алудың ұйымдастыруға арналған ақпаратын көре алатын боласыздар. Яғни сіздерде бұл жерде коммерциялық ұсыныс, 2026 жылға арналған коммерциялық ұсыныс ТЖК деректемелер, сонымен қатар бірыңғай кадрлық жүйесі бойынша ақпараттық жүйенің авторлық құқығы бойынша документтер көрсететін боламыз. Бұл жерде толыққанды куәліктер көрсетілген. Және де жалпы ақпараттық жүйе бойынша жаңағыдай сәйкес актілер мен авторлық шарттар көрсетілген. Сіздер өздеріңізге Connect KZ сайтын жүктеп қарайтын бола аласыздар. Яғни бұл жерде сіздер орысшада интерфейсқа ауыстырып көре алатын боласыздар. Яғни бұл жерде сіздер толыққанды документтеріңізді аша аламыз. Коммерциялық ұсыныс. Келесі кезекте өзіміздің ақпараттық жүйе, яғни бірыңғай кадрлық жүйеге көшетін боламыз. Сіздер жүйеге кірген бетте сіздерде начальный страница, яғни бастапқы бет көрсетілетін болады. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде NPA, яғни бұл жерде сіздердің ашып көре аласыздар. Яғни бұл жерде сіздерде NPA, ВНД, инструкция деп бөлінген. NPA-да сіздерде трудовой кодекс, яғни еңбек кодексі бойынша ақпарат көрсетілген. Сіздер өздеріңізге бұл документті жүктеп ала аласыздар. Яғни осы документке басу арқылы сіздер сохранить файл, сохранить батырмасын басқан кезде сіздерде автомат түрде компьютерлеріңізге жүктелетін болады. Егер де жай ғана жүйеден қарайтын болсаңыздар, открыть батырмасын баса аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде Қазақстан Республикасының еңбек кодексі шығатын болады. Толыққанды осы жерден ақпарат көрсетілген. Яғни сіздерде қазақша және де орысша нұсқаулығы көрсетіліп тұр. Келесі кезекте ВНД бұл ішкі нормативті документ. Яғни әрбір ұйымда егерде бар болса, сіздерге бұл керек болатын болады. Яғни инструкция. Яғни бұл жерде бізде толыққанды нұсқаулықтар. Алдағы уақытта сіздер жаңағыдай штаттық кестелеріңіздің графигін немесе жұмыс графигін толтырған кезде сіздер осы бөліктен алатын боласыздар. Яғни бұл жерде сіздерде толыққанды ақпараттар көрсетілген. Шаблон графики, шаблон изменение штатного расписания деген документтер бар. Сонымен қатар осыған сәйкес осы шаблонды толтыру бойынша видео түсініктеме көрсетілген. Яғни алдағы уақытта осы бөлікке оралатын боламыз. Енді келесі кезекте методические рекомендации. Методологтардың жүктеген документтері болып табылады, яғни өздеріңізге бұл жерде ашып қарауларыңызға болады. Яғни бұл жерде толыққанды түсініктемелер көрсетілген. Келесі кезекте изменить язык интерфейса, яғни сіздер орысшадан қазақшаға аударуларыңыз келсе, интерфейсті ауыстыру үшін бұл жерге басасыздар, және де казахский деп басатын боласыздар. Содан кейін бұл жерде батырмаға басып, қайтадан жүйеге кіру керек болады. Автоматты түрде сіздерді жүйеден шығарып, қайтадан кіретін боласыздар. Ендігі кезекте
сол жақ бөлігінде сіздерде главное, оповещение, кадровые документы, кадровое дело производства, HR процессы, сонымен қатар сіздерде отчеты формы бөлімдері бар. Келесі кезекте оповещение, яғни сіздерде алдағы уақытта бұл документ іске көшетін болады, яғни сіздер өздеріңіздің қызметкерлеріңіздің толыққанды ақпараттарын енгізгеннен кейін сіздер бұл жерде вид оповещения бассаңыздар болады. Яғни показать все батырмасын басқан кезде бұл жерде толыққанды қызметкердің туған күнін, дисциплинарный взыскание күндері егерде жақындаған кезде бұл жерде сіздерде толыққанды ақпарат шығатын болады. Кадровые документы. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде персональные данные работника, яғни бұл жерде сіздердің қызметкерлеріңіздің ақпараты шығатын болады. Бұл жерде сіздерде работники, кандидаты в архиве, яғни қызметкерлер, үміткерлер және де мұрағатта деп бөлінеді. Сіздерде алдағы уақытта барлық қызметкерлеріңіз енгізген жағдайда бұл жерде реттілікпен орналасатын болады. Келесі кезекте сіздерде штатное расписание. Яғни бұл жерде сіздердің толыққанды штаттық кестелеріңіз бойынша көрсетілетін болады. Кадровое дело производства. Яғни алдағы уақытта сіздер барлық кадрлық документтерді осы жүйеге жүктейтін боласыздар. Яғни қызметкерлеріңіз жаңадан келсе қабылдау, перевод, яғни ауыстыру, сонымен қатар совмещение, замещение, қызметкерді жұмыстан шығару бойынша, отпускке жіберу бойынша бұл жерде толыққанды документтерді толтыратын боласыздар. Сонымен қатар қызметкеріңіз декретке кеткен кезде, декреттік отпускке, осы бөлікте де документтерді толтыру керек болады. Яғни сіздер документтерді толтыра отырып, сіздерде автоматты түрде печатный формада документтеріңіз шығатын болады. Бұл жерде сіздерде печать бөлігінде приказ о приеме, трудовой договорлар автомат түрде өзі енгізіліп шығатын болады. Открыть батырмасын бассақ, көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде бізде қазақша және де орысша приказдар, бұйрықтар көрсетілген. Келесі кезекте сіздерде алдағы уақытта сонымен қатар HR процессы, вакансияны еңбек порталға жіберу кезінде осы бөлікте вакансия бөлігін қолданатын боламыз. Отчеты формада сіздер көріп тұрғандарыңыздай воинский, списки, внутренний, аналитический болып үшке бөлінеді. Яғни толыққанды сіздердің қызметкерлеріңізді енгізгеннен кейін бұл отчеттарды сіздер қолданатын боласыздар. Бұл жерде сіздер толыққанды отчет түрде ақпарат алуға болады. Келесі кезекте заявки разработчику. Яғни алдағы уақытта сіздердің заявкаларыңыз болған жағдайда осы бөлікке жіберілетін болады. Яғни бұл заявканы сіздер қай уақытта жібересіздер. Егер де сіздерде штаттық кесте өзгерісі болса, немесе штаттық кестеңіз қате енгізілген жағдайда, сонымен қатар егер де сіздерде график, жұмыс графигі енгізу керек жағдайда, сонымен қатар егер де жаңағы қызметкерлерді енгізу барысында ұйымның образование, яғни білім бөлімінде егер де оқу мекемесі болмаған жағдайда сіздер орысша, қазақша атауын жазып, осы заявки разработчикке жіберетін боласыздар. Ендігі кезекте біз жаңағы сұрақ қойсам бола ма? әріптестер оқыту соңында сұрақтарды қоятын боламыз. Қазіргі уақытта біз кадровые документы, штатное расписание бөлігін өтетін боламыз. Яғни мән беретін жағдай әріптестер, бұл өте маңызды тақырыптардың бірі, сондықтан осы бөлігін мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Сіздерде көріп тұрғандарыңыздай штатное расписанияға кірген бетте бастапқы уақытта штатная расстановка деген бөлік шығатын болады.
сіздер штаттық кестелеріңізді тексеру үшін штатное расписание дегенге басу керексіздер. Яғни режим отображения, штатное расписание. Осы кезекте сіздерде толыққанды штаттық кестелеріңіз көрсетілетін болады. Яғни сіздерде бұл жерде папкамен көрсетілген, я? Бірінші ол сіздердің ұйым атауларыңыз, организация. Келесі кезекте бұл папкалармен бұл подразделение деп аталады. Яғни сіздердің бекітілген штаттық кестелеріңіз қандай болса, дәл осы ақпарат жүйеде дәлме-дәл енгізіліп тұру керек. Егер де сіздерде бөлімдеріңіз бар болса, осылай папка күйінде болады. Кейін сіздерде бұл жерде сіз қосуды бассаңыздар, сол бөлім ішіндегі лауазымдар көрсетілген болады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бөлімнің ішінде бөлім орналасқан және де толыққанды лауазымдар көрсетілген. Мән беретін жағдай. Бұл жерде сіздерде егерде ұйымдарыңызда бөлімдер болмаса, лауазым атауы мен бөлім атауы бірдей қайталанып келуі керек. Яғни егерде сіздерде қазіргі уақытта штаттық кестелеріңіздің саны немесе бөлімдері қате болса, сіздерге жаңағы штаттық кестені дұрыстау керек болады. Яғни оны дұрыстау үшін сіздер начальный страницаға кіресіздер. Бұл жерде сіздерде инструкция бар. Яғни инструкция бөлімінде сіздерге керекті документ ол шаблон изменения штатного расписания. Яғни штаттық кестені дұрыстап түзеу үшін осы документті өздеріңізге жүктеп аласыздар. Сохранить файл, сохранить батырмасын басамыз. Яғни бұл компьютерге жүктелу үшін типін таңдап, жаңағыдай керекті бөлікке загрузкаға салып жүктейтін боласыздар. Енді келесі кезекте жаңағы документті аша кетейік. Яғни сіздерде документ ашылатын болады. Документте сіздерде шаблон көрсетілген, я? Яғни шаблонда бұл бөлікте сіздер ұйым атауын жазу керек боласыздар. Яғни мен қазіргі уақытта тест 2026 деп көрсетілген. Кейін сіздерде штаттық кестелеріңіз қашан өзгеріске ұшыраған. Яғни сіздер бүгіннен бастап жүйеге кірдіңіздер, бәлкім сіздер жаңағы штаттық кестелеріңіз 05-01-2026-да өзгеріске ұшыраған болар, я? Яғни сіздердің бекітілген штаттық кестелеріңіздің күні бұл бөлікте енгізілуі керек. Келесі кезекте сіздерде көріп тұрғандарыңыздай 7 қатарға бөлінген. Бірінші ол наименование структурного подразделения должности, яғни және штатная единица деп көрсетілген. Яғни мән беретін жағдай. Бұл жерде сіздерде как внесено в ВИС ЕКС деген, яғни жүйедегі штаттық кесте қалай орналасқандығы көрсетілген. Келесі кезекте бұл жерде как должно стать после изменения. Яғни штаттық кесте өзгерісінен кейін қалай енгізілуі керек. Как внесено в ВИС ЕКС деген біз жаңағы жүйедегі көріп тұрған штаттық кестеміз. Мән беретін жағдай. Мысалы бізде руководство бөлімінде заместитель директора по экономике финансам, я? Бұл жерде сіздерде штатная единица біреу болып тұр. Ал бекітілгенде екеуделік. Оны түзеу үшін біз не жасауымыз керек? Яғни жаңағы шаблонды ашамыз. Шаблонда көрсетілгендей подразделение, должность деп жазылып тұр, я? Яғни сіздерде папка күйінде бірінші подразделение атауын жазасыздар, кейін келесі папкалар атауын жазасыздар да, должность атауын міндетті түрде жазу керексіздер. Яғни бұл жерде біз заместитель директора по финансовой, я? По финансам. Бұл жерде келесі кезекте, және де бұл жерде қазақша атауын жазып, штаттық кестенің бірден екіге ауысқандығын көрсететін боламыз. Және де келесі кезекте категория. Категория бізде АУП, ПП, ТП, ВП, я? АУП ол административно-управленческий, ПП ол производственный персонал, ТП, ВП ол жаңағыдай вспомогательный персонал болып табылады.
Келесі кезекте, яғни примечание. 7-ші яшықта біз өзгеріске не енгенін жазуымыз керек. Яғни мән беретін жағдай. Егерде сіздерде тек қана ставкаға сәйкес өзгерістер жасау керек болса, сіздер бірінші қатарға толыққанды сол ақпарат жазып, жаңағыдай жүйеде бір ставка болғандығын жазасыздар. Келесі кезекте дәлме-дәл сол атауды қайталап жазу керек болады. Және де бұл жерде тек қана ставканың өзгерісін көрсетеміз. Яғни біреу болды, екеуге өзгеріске енгендігін көрсеттік. Және де примечаниясына добавить одну единицу деп толыққанды толтырдық. Келесі кезекте, егерде сіздерде штаттық кестеде жаңағыдай сторож саны 5 ставка көрсетілген, алайда бекітілгенде 3 болған жағдайда не жасау керек? Яғни сіздер толыққанды бөлім атауын жазасыздар. Бұл жерде технический персонал үтір қойылып, жаңағыдай должность атауын жазасыздар. Сторож. Штаттық кестеде сіздерде жүйеде 5 екендігін көрсеттік. Келесі кезекте 3-ші яшықта қайталап жазамыз атауын. Және де 4-ші яшықта соның қазақша атауын жазу керекпіз. 5-ші яшықта біздің нақты жүйеде қанша ставка болу керектігін көрсеттік. Және де категориясын ТПВП деп қойдық. Примечаниясына вывести 2 единицы деп жазуымыз керек. Яғни толыққанды 2 единицаны алып тастау керектігін көрсеттік. 2 ставкасын алып тастағанда штатный единица 3-ке теңегеніміз көрсетілген. Егерде сіздерде штаттық кестелеріңізде лауазым атауы қате жазылған болған жағдайда, немесе егерде алдағы уақытта өзгерістер болатын жағдайда, сіздер келесі кезекте гідей толтыруларыңыз керек. Яғни бөлім атауын жазамыз, және де үтір қойып, лауазым атауын жазу керекпіз. Бұл жердегі толыққанды ақпарат жүйедегі ақпаратты толыққанды жаздық. Келесі кезекте оны алып тастау керектігін жазамыз. 3-ші қатарда, яғни бұл атау, бұрынғы атауы қате болған жағдайда, сіздер оны толыққанды өшірулеріңіз керек. Удалить деп жазып, штаттың единица 0-ге теңегенімізді көрсетеміз. Келесі қатарда жаңа, яғни атауын енгізу керек болады. Яғни бұл жерде біз жаңа атау жүйеде болмағандықтан, бірінші қатарға біз внести, добавить деп енгіземіз. Штатная единица жүйеде жоқ екендігін 0 деп көрсетеміз. Келесі кезекте жаңағы бөлім атауы педагогический состав, үтір учитель физической культуры деп толыққанды енгіздік. Енді соның қазақша нұсқасын көрсеттік. Және де қанша ставка сіздерде бекітілгенде көрсетілген, дәлме-дәл сол ставканы қоятын боламыз. Яғни бұл жерде производственный персонал болғандықтан, бұл жерде біз ПП деп көрсеттік. Міндетті түрде әріптестер, яғни сіздерде егерде бөлім атауы қате болса, немесе лауазым атауы қате болса, осы қатарларды сіздер толтыруларыңыз керек. Неліктен біз жаңағыдай бұрынғы атауын өшіріп тастаудамыз. Яғни өйткені бұл атау сіздерде жүйеде бекітілгенде болмағандықтан толыққанды өшіруіміз керек. Келесі кезекте дұрыс атауын, яғни енгізетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде инструктор физической культуры деп жүйеге енгізілген болатын, сол лауазымның атауы өзгерді. Яғни оны толыққанды өшірдік. Келесі кезекте жаңа, яғни бөлім атауымен жаңа лауазым атауын енгізген болатынбыз. Қазіргі уақытта учитель физической культуры деп өзгерді. Яғни бұл шаблонды сіздер толтыратын боласыздар. Өздеріңізге компьютерлеріңізге жүктеп, шаблонды толтырып, сақтағаннан кейін сіздерге келесі кезекте не жасау керек? Заявки разработчику деген бөлік бар. Жаңағы сіздерге өтінім жіберу барысында осыған кіретін боласыздар. Сіздерге создать батырмасын басасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде толыққанды бос болып көрсетілген. Тема. Яғни тема бөлігінде сіздер
штаттық кесте өзгерісі болса, жаңағыдай заявкаңыздың қандай жіберудесіз, соған қатысты атауын жазу керексіздер. Изменение штатного расписания деп қысқартып көрсеттім. Келесі кезекте тип функционал кадры деп аласыздар. Заданияға сіздерде жазуларыңызға болады. Прошу изменить штатное расписание. Содан кейін, егер де сіздерде жаңағыдай штаттық кесте қате енгізілген болса, бұл жерде жаза аласыздар. Яғни штаттық кестеміз жүйеге қате енгізілгеніне орай біз жіберудеміз дегендей. Келесі кезекте бұл жерде сіздер телефон номерлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Яғни телефон номерлеріңізді қалдырасыздар, міндетті түрде провести батырмасын басасыздар. Провести батырмасын басқаннан кейін сіздер көріп тұрғандарыңыздай документ номері шығады. Яғни заявка номері осы бөлікте орналасқан. Оған сіздер тимейсіздер. Енді файлы бөлімін ашамыз. Яғни сіздер провестиге батырмай баспастан сіздер жаңағыдай файлды жүктей алмайсыздар. Сондықтан міндетті түрде заданиясын жазасыздар, провести батырмасын басу керек. Келесі кезекте прикрепить файл батырмасын басамыз. Жаңағы шаблонымызды жүктейміз. Келесі кезекте мән беретін жағдай сіздерде бұл жерде тек қана шаблон емес, бекітілген штаттық кестеңіз, яғни скан варианты болу керек. Ол бекітілген штаттық кестеде сіздер мән беретін жағдай басқармадан печать болады, сіздер қай басқармаға жатасыздар, сол бөліктен бекітілгендігі бойынша печать қойылып, өз ұйымдарыңыздың печаттарымен толыққанды ақпарат шығып тұрады. Соны маған жіберулеріңіз керек. Осы жерде сіздерде 3 документ болады. Яғни сіздер штаттық кесте документін жібересіздер. Утвержденканы, Содан кейін жаңағы сіздердің скан варианттағы бекітілген штаттық кесте, шаблон және де бұйрық. Сіздердің толыққанды штаттық кестелеріңіз өзгерту бойынша сіздер бұйрық құрайтын боласыздар, сол бұйрықты да бірге жіберіңіздер. Сол кезде мен сіздердің заявкаларыңызды қабылдап, жаңағыдай өтетін боламын. Келесі кезекте провести, отправить батырмасын басамыз. Бұл жерде распределение да дейсіздер. Фио тұрған кезде окейға басуларыңыз керек. Яғни сіздердің заявкаларыңыз кететін болады. Бұл заявканы сіздер алдағы уақытта өздеріңіз осы бөліктен көретін боласыздар. Яғни өздеріңіздің заявкаларыңызға кіресіздер. Сіздерде обратная связь от разработчика. Яғни сіздің штаттық кестеңіз өзгеріске енген жағдайда бұл жерде сіздерде статусы өзгеретін болады. Яғни статусы егерде отменено немесе исполнено болған жағдайда міндетті түрде обратная связь от разработчиканы қарау керексіздер. Яғни бұл жерде сіздерге тікелей заявканы өтінімді орындаған қызметкер толыққанды ақпаратты жазып жібереді. Егерде штаттық кестеңіз қабылданбаған жағдайда заявкаңыз неліктен қабылданбағаны бұл жерде реттілікпен жазылып тұрады. Немесе қабылданған жағдайда да сіздерде бұл жерде изменено деп, исполнено деп шығатын болады. Яғни обратная связь от разработчика бұл өтінімді жасаған қызметкерден келетін ақпарат. Ендігі кезекте штатное расписание қайта ораламыз. Яғни бұл жерде сіздер көріп тұрғандарыңыздай штатное расписание сіздерде толыққанды бөлімдер, лауазымдар көрсетілген, сонымен қатар ставкалары көрсетілген. Мән беретін жағдай, бұл жерде сіздерде учебная нагрузка бөлімі бар. Яғни учебная нагрузка бөлігі сіздер толтыру үшін сіздерде справочники бөлігі бар. Бұл жерде должности организация кіреміз. Яғни бұл учебная нагрузканы көбінесе мұғалімдік, мұғалімдерге толтыратын болады, преподавателей бөлімінде.
көре аламыз. Яғни бұл жерде сіздерде қызметкерлердің сіздердің штаттық кестедегі толыққанды лауазым атаулары көрсетілген. Сіздер лауазымға басасыздар. Бастапқы общий бөлігінде сіздерде бұл жерде бос болып тұрады. Яғни преподавательская должность. Бұл жерде изменить учебную нагрузкуға басамыз. Яғни бұл жерде периодына міндетті түрде сіздер жазған кезде штаттық кестеңіз қашан өзгеріске ұшырады, сол бөлігін жазатын боласыздар. Келесі кезекте учебная нагрузка на ставку. Бір жылда сіздерде ставкан қанша болады, соны применить басып енгізетін боласыздар. Яғни бұл ақпарат сіздерде алдағы уақытта штаттық кестеде көрсетілген болады. Сонымен қатар сіздерде бұл жерде история бар, яғни әрбір өзгерістен кейін толыққанды ақпарат шығып тұрады. Әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Келесі кезекте, яғни бұл жерде сіздерде толыққанды лауазым атауы және де бөлім атауы көрсетілген. Қашан сіздер өзгеріс енгізгендеріңіз бойынша толыққанды ақпарат көрсетіліп тұр. Яғни біз применить батырмасын басқан кезде толыққанды ақпарат сақталды. Енді записать и закрыть батырмасын міндетті түрде басуымыз керек. Бұны біз штатное расписанияны жаңарту бойынша көретін боламыз. Яғни бұл жерде мысал ретінде көрсетілген болатын специалистқа берілгенде нагрузка бөлігінде осылай көрсетіліп тұрады. Яғни бұл бөлік учебная нагрузка көбінесе мұғалімдерге қатысты ақпарат. Яғни сіздерге учебная нагрузка бөлінде сағатпен қойылса, міндетті түрде сіздер ставкасына сәйкес сағаттарын қойып шығасыздар. Яғни келесі кезекте сіздерде штатная расстановка. Яғни штатное расписание деген ол сіздердің бекітілген штаттық кестелеріңіз. Бұл жерде сіздерде бөлім атауы мен лауазым атаулары жазылып, сонымен қатар ставкалары көрсетілетін болады. Штатная расстановка бөліміне кіретін болсаңыздар, бұл жерде сіздердің алдағы уақытта қызметкерлеріңізді енгізген жағдайда фиолары шығатын болады. Яғни қызметкеріңіздің лауазымы, толыққанды фиосы, аты жөні, қанша ставка алатындығы, және де ползунокты оң жаққа жылжытсаңыздар, бұл жерде сіздерде толыққанды келесі бөлікте ақпараттар көрсетіледі, яғни состояниясын көре алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайыңызға қарай осылай оң жақтан сол жаққа жылжытуларыңызға болады. Яғни сіздерде қызметкерлеріңіз, қай қызметкеріңіз жұмыс істеуде екендігін көретін боласыздар. Мысалы, бұл қызметкерді біз прикомандирование документ толтырғаннан кейін, бұл қызметкеріңіз внутренний аудит, яғни Арман Талғат Серікович прикомандированияда екендігі көрсетілген. Декретке кеткен қызметкерлеріңіз, отпуске кеткен қызметкерлеріңіздің толыққанды осылай қызылмен көрсетіліп, документтік состояниясы көрсетілетін болады. Яғни бұл жерде мән беретін жағдай әріптестер, сіздерге келесі кезекте штатное расписанияны қайта ашсақ, бұл жерде сіздер көріп тұрғандарыңыздай қызыл түске боялып тұр. Бұл жерде, яғни неліктен қызыл түске боялғандығын көру үшін біз қайтадан бұл жерге қосуға басамыз. Яғни штатная единица, штаттық кесте бойынша бухгалтер екеу болу керек, алайда біз занятый ставок 3/5 ставкамен қызметкерлерді орналастырып қойдық. Сонымен қатар бұл ақпаратты отчеты формы бөлімінен көре аламыз. Отчеты формаға кіреміз. Бұл жерде сіздерде занятые ставки бөлімін басамыз. Яғни бұл отчет сіздерде толыққанды бос болып тұру керек.
Яғни көріп тұрғандарыңыздай руководство директордың өзін біз 2 ставка штатная единицада бар, бірақ та біз 2,5-ға енгізіп қойдық. Сіздер превышение жасалынған жағдайда бұл отчеттан көрсетілетін болады. Яғни бұл отчет сіздерде толыққанды таза болуы керек, бос болу керек. Оны түзеу үшін сіздер алдағы уақытта үйрететін боламын. Яғни бұл жерде сіздерде руководство директорға мән беретін жағдай, штатное расписаниеға кіреміз. Бұл жерде руководство директор. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде директор 2 ставка, және де 2-5-ке біз орналастырып қойдық. Яғни қызметкерлерімізді дұрыс орналастыру үшін бұл жерде штатная расстановкаға кіріп, кім сол лауазымда отырғандығын көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 3 директорды енгізіп қойғанбыз. Сонымен қатар занятые ставки бөлігін қарай аламыз. Яғни бұл жерде қызметкерлерге ставкасын көп бергендіктен бізде ошибка көрсетуде. Егер де біз қызметкеріміздің лауазымын қате таңдаған болсақ, оны да дұрыстауға болады. Яғни оны алдағы уақытта ертеңгі сабақта түсіндіретін боламын. Ертеңгі сабақта біз толыққанды қызметкердің карточкасын жүйеге енгізу бойынша өтетін боламыз, сол бөлікте түсіндіретін боламын. Қазіргі уақытта сіздерге штаттық кестені дұрыстау керек болады, яғни режим отображения, штатное расписание. Штатная численность толыққанды сіздердің ставкаларыңыз дәлме-дәл бекітілгенге сәйкес болуы керек. Бұл жерде бөлімдеріңіз болмаған жағдайда сіздерде лауазымдар шығып тұрады. Яғни папка күйінде сіздерде директор бөлімі де лауазымында директор болып тұрады. Келесі кезекте штатная единицасы көрсетіледі. Жаңағы сіздер шаблонды толтыруларыңыз керек. Ендігі кезекте біз загрузочный файл бөлімін айта кетейін. Яғни егер де сіздерде алдағы уақытта загрузочный файлды жүктей аласыздар, бізде WhatsApp группаны ашсаңыздар, сіздерде описаниясында Google Диск жүктелген болатын. Яғни Google Диск сілтемесі көрсетілген. Сол Google Дискта сіздерде мән беретін жағдай для организации 2026, для организации 2 квартала деген ақпараттар көрсетілген. Сіздерге керекті ақпарат бұл для организации 2 квартала. Загрузочный файл дегеніміз, егер де сіздерде 1С, яғни программасы, сонымен қатар басқа да бірыңғай кадрлық жүйесінен басқа да ақпараттық жүйелер бар болса, қызметкерлеріңіздің толыққанды ақпаратын алатындай жүйе бар болса, сіздер осы программистеріңізге загрузочный файлды көрсететін боласыздар. Яғни загрузочный файлға кіретін болса, бізде 2 документті көретін боламыз. Загрузочный файл личных дел және де загрузочный файл трудовой деятельности. Личных дел деген ол қызметкердің толыққанды ақпаратын көретін боламыз. Яғни сіздер өздеріңізге осы бөлікті скачать батырмасын басып жүктей аласыздар. Ол кезде сіздерде документ шығатын болады. Загрузочный файл деген документті өздеріңізге жүктеп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші қатарда сіздерде толыққанды мысал ретінде көрсетілетін болады. Яғни сіздер бірінші қатарға сәйкес өздеріңіздің ақпараттарыңызды енгізетін боласыздар. Бұл сіздерде егерде жаңағыдай басқа да ақпараттық жүйе бар болса, сол жерден программистеріңіз сіздерге орнатып бере алады. Сіздер оны қолмен толтырмайсыздар. Яғни қызметкердің фиосы бұл жерде толыққанды бас әріптен жазылу керек. Келесі кезекте дата рождения. Бұл жерде сіздер ешқандай әріптерді қоспайсыздар. Жыл деген қойылмайды. Міндетті түрде сандар қойылып, арасына үтірді
емес нүкте қоясыздар. Неліктен бұл маңызды? Өйткені сіздердің бұл ақпараттарыңызды мен жүйеге жүктейтін боламын. Егер де сіздерде бұл жерде үтір қойылған болса немесе жаңағыдай сәйкес келмесе, осы талапқа сіздерде жаңағы қызметкердің ақпараты жүйеге жүктелмейтін болады. Яғни бұл жерде сіздерде қызметкердің жасын, иінін, национальность, выбор из справочника бөлімі сіздерде екінші бетте справочники бөлімі бар. Яғни бұл жерде сіздер міндетті түрде тек қана справочниктен алынатын ақпарат болуы керек. Яғни қалыпты жағдай, бұл жерде пол, қызметкердің жынысы, тип документі, яғни удостоверениесі қандай екендігін көрсетеміз. Келесі кезекте кімнен берілгендігі МВД Республики Казахстан, МИД Республики Казахстан деп көрсетілген. Қызметкердің ұлты, гражданство, сонымен қатар семейное положение бөлімі көрсетілген. Яғни бұл жерде сіздерде толыққанды осы бөліктен аласыздар. Не женат деген ақпаратты жазбаймыз. Яғни бұл жерде қандай ақпарат көрсетілген? Холст па, қызметкеріңіз холст деп жазу керексіздер. Егер де тұрмыс құрмаған болса, не замужем, тұрмыс құрып үйленген жағдайда жаңағыда ер адамға женат, әйел адамға замужем бөлігін енгізетін боласыздар. Национальность сіздерде бұл жерде толыққанды бүкіл ұлттар көрсетілген. Бас әріппен сіздерде казах, казашка деп көрсетілген. Соған сәйкес дәлме-дәл жазыңыздар. Көбісі осы жерден қате кетуде. Яғни казахи деп немесе қазақ деп жазуда. Сондықтан да әріптестер осы шаблонға сәйкес, яғни справочникке сәйкес, осы жақтан көшіріп, загрузочный файлға дәлме-дәл енгізетін боласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, полды, национальность, гражданство, пол, семейное положение, толыққанды сіздерде выбрать из справочника деп жазылған. Яғни справочниктен алынатын ақпарат көрсетіліп тұр. Келесі кезекте документ, удостоверение, яғни тип документа, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Сонымен қатар сіздерде осы бөліктерде бөлінген. Керектісін таңдайсыздар. Номер документа. Сіздерде удостоверениеда серия болмайды. Сондықтан да бұл жерде бос қалдырасыздар. Бұл документтің номерін жазасыздар. Келесі кезекте дата выдачи. Бұл жерде сіздерде міндетті түрде күндерінен қате кетпеулеріңізді сұраймын. Кем выдан және де келесі ақпарат қызметкердің толыққанды прописка бойынша және де адресі толыққанды жазылуы керек. Яғни бұл жерде біз көрсетілгендей город Петропавловск, улица Гастелла, дом 44, квартира 53. Дәлме-дәл осылай толыққанды жазылуы керек. Г. деген ақпарат болмасын. Келесі кезекте бұл ақпараттың қазақша нұсқасын жазамыз. Енді адрес проживания. Бұл бөлікке егер де сіздерде қайталанып келсе, осы бөлікті көшіре аласыздар. Және де оның қазақша бөлігін жазып, контактный телефон кандидаты. Бұл жерде ручной ввод болады, Әріптестер, бұл жерде сіздер жазған кезде міндетті түрде +7 деп жазбайсыздар. Яғни 8-ден басайсыздар. Арасына ешқандай сызықша қою керек жоқ. Пунктир, тағы да басқада символдарды қоспауларыңызды сұраймын. Яғни бұл жерде сіздерде шаблон бойынша бір мысал ретінде көрсетілген, соған сәйкес сіздерде жүктелуі керек. Яғни бұл жерде сіздер толыққанды ақпаратты жүктейсіздер, одан кейін жаңағыдай заявкамен сіздер жіберетін боласыздар. Бұл қай уақытта тиімді? Яғни егер де сіздерде осындай ақпараттық жүйе бар болған жағдайда, жаңағы қызметкерлеріңіз саны көп болған жағдайда осыны жүктеп, шаблонды өздеріңіз толтырып, заявкамен жіберсеңіздер өздеріңізге жақсы болады. Келесі кезекте загрузочный файл
трудовой деятельности. Яғни қызметкеріңіздің трудовой деятельность бойынша ақпаратын жүктей аласыздар. Осы жерде сіздерде толыққанды қызметкердің әрбір қызметкер бойынша ақпарат көрсетілген, иә. Мына жерде бір қызметкерге сәйкес бір қызметкер қай ұйымда жұмыс істегендігі, толыққанды бейіні, және де бұл жерде қандай бөлім болғандығын толық жазылатын болады. Мән беретін жағдай должностьте, бұл жерде сіздерде орысша, қазақша жазылуы міндетті, және де дата начала, дата окончаниясын толық толтырылады. Яғни бұл сіздерге барлығына қатысты емес, егер де сіздерде ондай ақпараттық жүйе бар болса, жүктеп алатын, осы документтерді сіздер өздеріңізге ыңғайларыңызға қарай жүктеп алып, толтырып, заявкамен жіберетін боласыздар. Әріптестер, бүгінгі оқыту бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Штаттық кестені шаблонын толтыру бойынша түсіндіңіздер ме? Сұрақтарыңыз бар болса, қойсаңыздар болады. Саламатсыз ба? Я реттілікпен қойсаңыздар. Мынау не бойынша, өзімізде қолданыстағы ақпараттық жүйелер бойынша бізде сәйкес келмейді ғой, жаңа сіз көрсеткен Excel формаға. Содан копировать ставить деп қойып па, түсінгенім бойынша? Я, сіздер өздеріңіздің программистеріңізге айтсаңыздар, программистеріңіз өздері осы бөлікті негізі білу керек. Бұл программистер загрузочный файл не екендігін біледі. Яғни осы бөлікке толтырып, осылай толыққанды жазып, содан кейін заявкамен жібере аласыздар. Яғни егер де сізде жаңағыдай қызметкер саны аз көп болса, бұл толтыруға өзіңізге ыңғайлы болады. Егер де аз болса, өздеріңіз алдағы уақытта толтыратын боласыздар. Кейін бұл жерде загрузочный файл трудовой деятельности. Жалпы жүйеге қазір мән берсеңіздер, ол алдағы уақытта сіздерге қызметкерлеріңізді енгізген жағдайда нақты түсінікті болады. Бұл жерде бізде қазір интеграция жүргізілген. Сондықтан да сіздерге екінші документ онша керек емес деп ойлаймын. Яғни сіздерде трудовая деятельность деген бөлікте және получить трудовой договор еңбек деген басу арқылы қызметкеріңізге SMS келіп, яғни сізден согласие берген жағдайда толыққанды бұл жерде қызметкеріңіз қай жерде жұмыс істеді, еңбек порталында қай жерде жұмыс істегендігі бойынша толыққанды ақпарат өз автоматты түрде енетін болады. Және де бұл жерде бұл бөлікте автоматты түрде енеді. Кеше мен өзім біраз қарап шыққан, бұны мүмкіндіктер бар екен. Бірақ бізде денсаулық сақтау саласына жаңа Excel формада жүрген ыңғайлы, себебі бізде сотрудник көп, бірақ біздің базаларда адамның аты жөні барлығы бас әріппен жазылады. Олай қабылдана ма? Жоқ, сіздер мән беріңіздер, бұл жерде бірінші әріптері ғана бас әріппен жазылған, дәл солай жазылуы керек. Яғни алдағы уақытта сіздердің бұл неліктен керек, яғни бұл сіздердің загрузочный файлдарыңыз толыққанды кандидат бөліміне енетін болады. Одан кейін сіз оны өзіңіздің қызметкерлеріңіз қатарына енгіздіретін боласыздар. Осылай сіздердің қызметкерлеріңіз енетін болады. Алдағы уақытта документация жасаған кезде толыққанды осындай формада сіздерде еніп тұру керек қызметкерлеріңіз. Түсінікті, бір ұсыныс бар еді, сосын айтуға ма? Мынау 3-4 фото бойынша соны интеграция жасауға бола ма? Мемлекет базаларын. Ол бойынша сіздер өздеріңіз алдағы уақытта жүктейтін боласыздар. Яғни бұл жерде бізде JPEG форматта орналастыру керек болады қызметкердің фотосын. Яғни сіздер бір рет басып, осы жерден фотоны таңдап, открытқа бассаңыздар, автомат түрде жүктелетін болады. Қазіргі уақытта ол бәлкім қарастырылады, алайда қазіргі уақытта вручную. Көп рахмет, түсінікті. Әріптестер, бүгін екінші кварталға арналған оқыту, яғни бірінші күні, ертең сіздерде екінші күн болады, яғни дәл сағат 10-да басталады. Сіздерде толыққанды қызметкерлерді өз ұйымдарыңызға енгізу бойынша, яғни өз ұйымдарыңызда сіздің қызметкерлеріңіздің орналасуы осы жерде көрсетілетін болады.
бүгінгі кезекте біз штаттық кестені өткен болатынбыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мынау загрузочный файлды қай жерден көрдіңіз? Қалай түсінбей қалдым сол жерін. Сіз Google Диск деген бар. Яғни сіз WhatsApp'та группада барсыз ғой. Соған мен жіберген болатынмын. Сонымен қатар WhatsApp'та сіздер описаниясында ашсаңыздар болады WhatsApp группаның. Сол жерде сіздерде осы сілтеме тұрады. Мен қайтадан сіздерге осы бүгін жіберемін группаға. Осы сілтемеге сіздер кіру арқылы осы жерден загрузочный файлды көретін боласыздар. Загрузочный файлды скачать етіп, біз сонда вручную толтырамыз ба әр информацияны? Вручную емес. Бұл загрузочный файл не үшін керек? Егер де сіздерде басқа да ақпараттық жүйе бар болса, программистеріңізде, я, жаңағыдай осы документтегі керекті аты жөні, туған жылы, қай жерде тұратындығы бойынша ақпараттар бар болса, басқа базада, я, сіздерде. Сол базадан сіздердің программистеріңіз өздері осы шаблонға салуы керек. Бұл жалпы стандартты шаблон болып табылады, загрузочный файл. Егер де сіздер де болмаса, сіздер алдағы уақытта ертеңгі оқытуға сәйкес қызметкерлеріңізді өзіңіз енгізетін боласыз. Яғни ақпаратын. Ода да қиындық жоқ ешқандай. Яғни бұл барлығына міндетті емес. Рахмет. Сұрақ бар еді менде. Қойсам бола ма? Тыңдап тұрмын. Мен личная карточка Т2 толтыру бойынша и трудовой деятельность деген жерде. Ол толтыру міндет пе ол қалай? Қызметкердің трудовой деятельностін толтыру керек сіздер. Өйткені сіздерде ол жерде стаж саналатын болады. Яғни стаж саналған жағдайда сіздерде көрсетіледі толыққанды. Ол мен толтырладым. Личная карточка бар емес, ашсам. Істей алмай тұрмын, же оны? Не дейін ол? Сіздер мен ертеңгі оқытуда жалпы қызметкер карточкасын толтыру бойынша түсіндіретін боламын. Оны ертең қойсақ, я, сұрақтарыңызды. Қызметкердің карточкасын. Менде бір сұрақ бар. Жаңа штатный расстановканы толтыратын программистеріміз жоқ болса, өзімізде программист емес. Өзімізде жүктеліп тұрған жүйемен копировать етіп қойып толтыра аламын ба өзім? Я. Сіз қызметкерлеріңізді өзіңіз енгізе аласыз. Оны ертең мен түсіндіретін боламын. Ертеңгі күні жаңағы осы жердегі расстановкадағы қызметкерлердің орналасуын түсіндіремін. Сіздерге мән беретін жағдай әріптестер, барлықтарыңыз мұқият қарауларыңызды сұраймын. Штатный расписанияңызды қараңыздар. Бұл жерде сіздердің бөлім атаулары тұру керек. Бұл жалпы сіздердегі штаттық кесте, сіздер жақтан жіберілген штаттық кесте, біз оны сіздерге орнатып бердік. Бәлкім сіздерде өзгерістер бар шығар. Сол өзгерістерді сіздер жаңағы шаблонға толтыру керексіздер. Шаблонды начальный страницаға кіреміз, инструкцияға кіреміз, я? Бұл жерде сіздерде шаблон изменения штатного расписания деген бар. Осыны сіздер жүктеп аласыздар. Сохранить файл деп. Одан кейін сіздерде оның түсініктеме видеосы бар бұл жерде. Видеоинструкция по заполнению штатного расписания деген. Осыны сіздер өздеріңізге ашып аласыздар. Сіздерде бұл жерде сілтеме көрсетілген, я? Осы сілтемені сіздер аласыздар да жаңағыдай браузерге салатын боласыздар. Яғни осы сілтемеден сіздерде видео түсіндірме көрсетілетін болады. Яғни бұл жерде сіздерде шаблонды толтыру бойынша түсіндіріледі. Мен қайта қазір түсіндіре кетейін, я, шаблонды. Сіз өзіңізге жаңағыдай түртіп алыңыз. Түсінбеген болсаңыз, маған айтыңыз, жақсы ма? Яғни бұл жерде сіздерде видеоны көре аласыздар. Яғни бұл жерде сіздерде толыққанды шаблон толтыру бойынша түсіндіріледі. Так. Қазір мен сөндіре тұрайын бұл бөлікті. Маған, егер ренжімесеңіз, видеоға кіргенге дейінгі мен айтып беріңізші қайталап, мына жердегі ойым. Сіздер бастапқы бетке кірген кезде
Жалпы егерде бастапқы бет осы жерде начальная страница деп тұр, және де астыңғы бөлігінде көрсетілген. Соған басасыз, одан кейін инструкция дегенге басасыз. И астына қарай жылжытасыз. Астыңғы бөлігінде сіздер шаблон изменения штатного расписания деген көрсетілген. Вот. Содан кейін соны жүктеп аласыз, иә. Одан кейін сіздерде осы жерде міне инструкция по заполнению деген бар. Шаблоны. Изменение штатного расписания. По заполнение ма? Иә. Сол видеоны қарай аласыз. Қазір мен сізге тағы да түсіндіре кетейін сіздерге. Мән беріңіздер. Бұл жерде шаблонда міндетті түрде ұйымыңыздың атауын жазасыздар. Ұйым атауы қайдан сіздер аласыздар? Жаңағы сіздердің өздеріңіздің штатное расписанияға кірген кезде бұл жерде организация деп көрсетіліп тұр. Иә? Организация. Көріп тұрсыз ғой? Сол бөліктегі ақпарат ұйым атауын көшіресіз. Осы жерге қоятын боласыз. Кейін штатная единица сіздерде соңғы рет қашан өзгеріске ұшыраған. Яғни қазіргі уақыттағы сіздің қолыңыздағы штаттық кесте. Соны сіз өзіңізге жазып аласыз. Мына жерге күнін қоясыз. Бекітілген. Келесі кезекте шаблон, яғни көрсетілген, как внесено в ВСКС деп тұр. Бірінші, яғни екінші яшық көрсетілген. Как внесено деген ол жүйедегі ақпарат. Егерде сізде жүйеде өзгерістер енгізілген болса, осыны бөлікті сіздер міндетті түрде толтыру керексіздер. Мән беретін жағдай сізде мына жерде наименование структурного подразделения деп тұр, үтір должность деп тұр. Яғни сіз қайтадан штаттық кестеңізге кіресіз, подразделение мен должностың не екендігін түсініп алыңыздар. Подразделение деген ол сіздердің бөлімдеріңіз. Бөлімдер, учаскелер. Иә, ол папкамен тұрады. Яғни сізде бекітілгенде қалай тұр, егерде сіздерде бөлімнің ішінде бөлім бар болса, осылай енгізілу керек. Егерде сіздерде тек қана бір, яғни бөлім болып, соның ішінде лауазымдар бар болса, сізде осылай көк сызықшамен лауазымдар атауы көрсетілген болады. Және де штатная единицасы көрсетілген. Штаттық кесте ставкасы. Қанша болу керектігі. Ендігі шаблонға мән береміз. Шаблонда мысал ретінде көрсеттім мен. Бұл жерде сіздерде бөлім атауын жаздық бірінші, руководство деп, е. Үтір қойдымда заместитель директора по экономике и финансам деп жаздым. Мысалы, заместитель директора делік. Менде заместитель директора деген лауазым бар, ол бір ставка. Бірақта бекітілгенде менде ол екі ставка болу керек. Оны дұрыстау үшін, егер ставкасынан ғана қате болса, осылай біз енгіземіз. Бірінші бөлігіне жазамыз, бөлім атауын, лауазым атауын, келесі кезекте ставкасын. Әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Ставкасын қойдық, жүйеде бір ставка бар екендігін. Келесі кезекте өзгерістен кейін сіздерде лауазым бөлім атау өзгермеген жағдайда осылай қайталап жазамыз, және де ставкасын ғана өзгертеміз. Екіге ауысқандығын көрсеттік. Категориясы АУ, ПП, ТП, ВП деп үшке бөлінеді. Яғни административный управленческий персонал, производственный, және де вспомогательный технический персонал болып бөлінеді үшке. Соны міндетті түрде осы категорияларға сәйкес толтырасыздар. Кейін примечаниясына жазатын боласыздар. Примечаниясында сіздерде не өзгергендігін, яғни сіздерде ставкаларыңыз өзгерген жағдайда добавить одну ставку, единицу деп жазасыздар, және де алып тастағанда да вывести, удалить деп жазу керексіздер. Ендігі кезекте, яғни бұл жерде сізде лауазым атауы ешқандай өзгеріс болмады, тек қана ставкаларында өзгеріс болса ғана осылай жазылады. Бөлім атауын жаздыңыз, лауазым атауын, келесі үшінші, төртінші қатарда қайталанып келеді сол атауы. Енді егерде сізде жүйеде қате енгізілген болса, бөлім атауы болсын, лауазым атауы болсын, сіздер міндетті түрде осылай толтыру керексіздер. Келесі кезекте бөлім атауын жаздық, үтір қойдықта инструктор физической культуры, яғни лауазым атауы. Бұл лауазым атауы өзгеріске ұшырағандықтан біз оны алып тастау керекпіз. Өйткені алдағы уақытта ондай лауазым атауы бізге керек емес. Сондықтан біз жүйеде бар екендігін көрсеттік.
ставкасын қойдық және де толыққанды алып тастау керектігін көрсеттік. Вывести, удалить деп жазасыздар. Келесі кезекте штатная единица, яғни алып тастағандықтан бізде 0 болу керектігін қойдық. Бұл жерде ол қандай болғандығын категориясын қойып шығасыздар. ПП болғандығын, мысалы, және де примечаниясын міндетті түрде жазу керексіздер. Удалить должность одну единицу немесе переименовать деген сияқты. Наименование штатное расписание. Осылай жазу керекпіз. Енді дұрыс жаңа атауын енгізу үшін ол жүйеде болмағандықтан, яғни бірінші, екінші қатар ол жүйедегі ақпарат қой. Ол жүйеде болмағандықтан сіз добавить деп жазасыз. Оны добавить, ол жүйеде болмағандықтан 0 единица екендігін көрсеттіңіз ставкасын. Келесі қатарда жаңағы бөлім атауын және де дұрыс лауазым атауын жазып, оның қазақша нұсқасын жазасыздар. Келесі ставкасы мен категориясын жазу керексіздер. Түсінікті ме ол бөлігі? Иә. Бірінші осы бөлік екі қатар. Егер сізде ставкасы өзгергенде, біріншісі ол егерде көбейген жағдайда, екіншісі ол азайған жағдайда. Егерде қызметкеріңіздің лауазымы толыққанды алынып тасталынатын болса, сіз осылай алып тастайсыз. Немесе жаңағыдай бөлім атауы мен лауазым атауы өзгеріске ену керек болса, өзгеріске ұшыраса, осылай алып тастау керексіздер. Оны алып тастап, дұрыс лауазым атауын енгізу керекпіз. Әріптестер, түсінікті ме ол бөлігі? Яғни көбісінде осы шаблон қате толтыруда, сондықтан да толық осыны түсініп алуларыңызды сұраймын. Егер де түсінбесеңіздер, қайталап түсіндіремін. Ертеңгі сабақтарда да осыны ертеңге осыны өзіміз толтырсақ болады ма енді? Иә, сіздер осыны толтырып, кейін шаблонды толтырғаннан кейін заявки разработчикке жібересіздер. Заявки разработчикке түсіндірген болатын, заявки разработчикке басамыз. Өзіңізге жазып алып отырсаңыз да болады осы бөлікті. Толтырып болған соң заявкаға кіреміз, иә? Сіздер міндетті түрде бұл жерде создать батырмасын басасыз. Тема деген кезде, яғни сіздер қандай заявка жібересіздер, өтінім соған қатысты болады, яғни сіздер загрузочный файл жіберсеңіздер, бұл жерде загрузочный файл дейсіздер. Егер де штаттық өзгеріс болса, яғни изменение штатного расписания деп, осы жерге енгізесіздер. Тип заявки, бұл жерде сіз функционал кадрыды таңдай берсеңіз болады. Функционал кадры. Кейін заданияға жазасыздар. Прошу изменить штатное расписание деп толтырасыз, немесе жүйедегі штаттық кестені дұрыстау. Солай деп жазасыздар. Яғни мән беретін жағдай әріптестер. Штаттық кесте өзгерісімен егерде қате енгізілген болса, осылай сіздер дұрыстау керектігін жазып отырыңыздар. Өйткені сіздерде кейін штаттық кесте толыққанды өзгеріске енеді ғой. Ол кезде мен сіздерге жаңа документ құрау керек боламын. Яғни штаттық кесте өзгерісі қатысты. Ал бұл жерде мен сіздерде жүйедегіні қате енгізілген, соны дұрыстау керекпін. Сондықтан да осылай жазу керексіздер. Кейін телефон нөмірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі кезекте сіз провести, бұл жерде сіз толыққанды жазасыз, яғни штаттық кесте жүйеге қате енгізілген, соны дұрыстау керек деп жазыңыз. Немесе штаттық кесте егерде, мысалы, сіздерде осы апрельде өзгеретін болса, полностью, ол уже жаңа документ ретінде құралады. Сондықтан сіздер осы жерде толыққанды изменение штатного расписания деп айтасыздар. Ал бұл жерде сізде қате енгізілген, түсінгенім бойынша. Енгізілмей қалған. Бізде мысалға өзгеріс болып отыр ғой, бізге численность қосылып жатыр да, жұмысшылардың саны. Енді ол численность сіздерде бүгінгі
күннен сіздерде оқыту басталды ғой, ол қашан, апрельде ма өзгеріс, штаттық кестенің өзгерісі, әлде бүгіннен оған дейін болды ма, бүгінге дейін ба? Мақұл, апрельден бастап деп айтайын. Жоқ, сіздерде бекітілгенге қандай штаттық кесте? Бекітілген, енді бекітеміз. Енді бекітесіздер, иә? Ендеше бұл жерде сіз изменение штатного расписания деп жазасыз. Жақсы ма? Өзгеріс қазақшалап жазсақ болатын шығар. Иә, өздеріңізге ыңғайыңызға қарай. Штат кестесінің өзгертілуі деп жазам ғой, иә? Иә. Сосын сіздер мына жерде файлы бөліміне кіресіздер. Енді кезекте сізде қараңыз, компьютерде мына жерде номер деген бос болып тұр. Сіз қазір бұл жерде провести батырмасын міндетті түрде басу керексіз. Номер документі шыққаннан кейін ғана сіз файлды жүктей аласыз. Жаңағы өзіңіздің файлыңызды жүктейсіз. Бұл жерде сіздерде бекітілген штаттық кестеңіз, иә? Соның бұйрығы болу керек. 2 документ уже бар. Және де жаңағы шаблон 3 документ болу керек сізде. Яғни бекітілген штаттық кестеңіз, ол жерде сізде міндетті түрде печаттармен болу керек. Яғни сізде басқарма бөлігіне қарайсыз, сол жақтан сізде печать болады, сосын өзіңіздің ұйымыңыздың печатымен маған жіберілу керек. Егер де бекітілмесе, сіздер маған әлі жібермейсіздер. Неліктен? Өйткені сіздерде әлі орнатылған жоқ. Нақты, иә? Ол бекітілгеннен кейін мен қарастыратын боламын. Одан кейін шаблонды жібересіз. Шаблон жібересіз, бекітілген штаттық кесте және де бұйрығы, штаттық кестенің өзгерісі. Бұйрығы. Иә, 3 документ болу керек. Кейін сіздер осыны провести дейсіздер де отправить дейсіздер. Даға басасыздар. Бұл жерде сіздерде қызметкерлердің фиолары шығып тұрады, иә? Яғни, мысалы, қазіргі уақытта Мұрат Гүлжан Жанатқызы. Яғни, оған мән бермейсіздер. Окейға басасыздар. Яғни, алдағы уақытта өзгеретін болады. Бұл жерде сіздер окейға басу керексіздер, бастапқы. Кейін распределить дегенге сіздер окейға бастыңыздар, болды. Сіздерде бұл жерде заявкаларыңыз шығатын болады. Яғни, жаңағы енгізген заявкаңызға кіресіз, статусына мән бересіздер. Статусы сіздерде 2 жағдай болу керек. Отменено немесе исполнено. Егер де осы 2 статусты көрген жағдайда сіз обратная связь от разработчика бөлігіне басасыз. Бұл жерде сіздер ештеме толтырмайсыздар. Бұл жерде өтінімді кім орындайды? Сол қызметкер осы бөлікке жазады. Яғни, егер де қабылданған болса, өтініміз орындалған болса, орындалды деп. Ал егер де отменено болса, қабылданбаған болса, неліктен қабылданбағаны толыққанда жазылатын болады. Жақсы ма? Яғни, осы бөлікте... Осы обратная деген басқаннан кейін қабылданбаған көрініп тұрады ғой. Иә, біріншісі статусына қарайсыз. Статусы бұл жерде сізде қазір распределение заявок, сосын в очереди деген болады, екеу. Оған сіз мән бермейсіз. Сіз отменено немесе исполнено деген. Екеуіне мән бересіз. Одан кейін ғана бірақ сіз обратная связь от разработчиктан сізде жаңағыдай хабар келетін болады. Қабылданғанын, не қабылданбағаны бойынша. Иә, түсінікті. Түсінікті, иә? Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Ертеңгі оқытуға... Бірінші осы штатты өзгерісті үйреніп, толыққанды үйреніп алайық. Одан кейін жаңа больничныйға шыққан жұмысшыларымызды қалай енгізу қайталайтын шығармыз алдағы уақытта. Қараңыздар, сіздерге 2 этап оқыту болады, 2 кезең. Бірінші кезең ол сіздердің жаңағы штаттық кестелеріңіз тексеру. Ертеңгі күн, ол бірінші кезеңнің 2-ші күні, ол сіздердің қызметкерлеріңіздің орналастыру. Яғни, сіздер өздеріңіздің личное делосын орналастырасыздар. Одан кейін ғана сіздер кадровое дело производстводағы ол жаңағы больничныйға кеткендігі, отпускқа кеткендігі бойынша өтетін боласыздар. Оған әлі қозғалмайсыздар. Жұмысшылардың личный делосы менде мысалға карточкада толтырылған, оны сканерлеп қоя алмаймыз, енді бәрін қолмен толтыру керек болып тұр ғой, Сіздер, алдағы ертеңгі күні мен сіздерге түсіндіретін боламын карточкасын толтыру.
Ой. Бір сұрақ. Иә, тыңдап тұрмын. Сізде мынау сол жағындағы жазылып тұр ғой, обучение тоже, расчет зарплаты. Ол сіздерге қатысы жоқ. Бізге шықпайды ма? Иә, сіздерге қатысы жоқ ол. Саламатсыз, қойсақ болады ма? Иә, тыңдап тұрмын. Біздің штатымыз бекітілген бойынша февральдың 10-ына бекітілген. Иә, 10 февральда. иә. Где установка изменения штатного расписания от 27-го деп тұр. Мына жерде ма? Яғни сіз қараңыздар, бұл штаттық кестелерді сіздер жақтан жіберілген болатын штаттық кестелер бізге АДГС жолдаған болатын. Яғни АДГС жолдағаннан кейін біз оны жүйеге сіздер жақтан жіберілгендіктен соны дәлме-дәл орнатқан болатынбыз. Сол күннен қойылған бұл жерде. Егер де сізде қателіктер бар болса, яғни штаттық кестеңіз жалпы дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Өзгерістеріңіз бар. Егер де өзгерістеріңіз бар болса, сізде бұл жерде уже қатемен жұмыс болып тұр. Өйткені бізде февраль өтіп кетті ғой. Яғни сізде бұл жерде сіз шаблонды толтырасыз. Осылай шаблонды мына жерге күнін қоясыз, иә. Сосын заявка жіберген кезде бұл жерде сіз міндетті түрде заявкаға қатемен примечаниясына задание бөлігіне, иә, мына жерге сіз толыққанды толтырасыз, иә. Штаттық кестені дұрыстау деп. Яғни өзгеріс емес сізде. Штаттық кестені дұрыстау. Сіз сосын сізге жібереміз ғой бұны. Иә. Рахмет. И как теперь? Саламатсыз ба, сұрақ қоюға бола ма? Иә, тыңдап тұрмын. Осы сіздің беріліп жатқан сабақтардың ше, видео сабақтар бізге жіберіле ма? Или только осы айтылған күйінде қалып кете ма? Сіздерде қараңыздар, мен сіздерге ертеңгі күні жаңағы қызметкердің карточкасын толтыру бойынша видео бар, ролик, соны жіберетін боламын. Ал бүгінгі оқытуға қатысты бұл жерде сіздер жаңағы инструкция ішінен көретін боласыздар. Мен сіздерге осы оқытуларды жібермеймін. Бұл жерде сіздер инструкция ішінде жаңағы бүгінгі өткеніміз ол сіздердің жаңағы штаттық кесте өзгерісі. Жалпы соны түсіндірген болатын. Сол инструкция бойынша көрсек болады ғой, иә? Иә, сол инструкция бойынша көретін боласыздар. Кешіресіз, тағы сұрақ қойсам болады ма екен? Тыңдап тұрмын. Мына жерде документ штатного расписанияда тұр ғой ескісі. Енді предыдущий документ штатного расписанияда ештеңе қоймаймыз ғой бұл жерде, иә? Создать деп көрсетіліп тұр ғой бұл жерде. Қай бөлігінде сіз айтып тұрсыз? Главныйда тұр ғой, начальный страницада. Начальный страница. Жоқ, сіз ештеме құрамайсыздар. Тек қана шаблонмен жөндейміз, тек қана. Иә, шаблонды заявкамен жіберу керексіздер. Иә, тек қана солай. Ештеңе құрамайсыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрақ қойсам болады ма? Мен программаға тіркелген едім, бірақ идентификация пользователя не выполнена деп шығады, болды. Қараңыздар, әріптестер. Кіріп көрдім, болмайды бірақ. Пароліңізді сіз бірінші рет кіріп жаңа пароль құрадыңыз ба? Иә, сіздер берген пароль жаздым. Жаңа пароль құрадым. Иә, енді жаңа пароліңізді соны теру керексіз. Егер идентификация пользователя не прошла десе, ол сіз жаңа пароліңізді қате терудесіз. Сол жағдайда. Сіздерден келген пароль бар ғой, соны тердім ғой мен. Копировать, ставить қылып қойып, соны тердім, бірінші кезде кірген. Екінші рет кіре алмай қалдым. Мен сіз тыңдаңыз, жаңағы бірінші сіздерге жіберген, ол стандартты пароль, иә? Одан кейін сіз жаңа пароль құрау керек едіңіз. Сол жаңа пароль қандай құрадыңыз? Сіздерде дәлме-дәл сол парольмен кірмейсіз, сіз жаңа пароль құрау керексіз. Сол парольді құрағаннан кейін бірақ жаңағыдай кірілу керек. Егер де идентификация не пройдена десе, сіз парольді қате терудесіз. Осы қазіргі экранда көрсетілген жұмыс номеріне жазсаңыз, фотосын сіздер әріптестер міндетті түрде сұрақтарыңыз бар болса, осы жұмыс номеріне жазасыздар. Міндетті түрде әлі жазбаған ұйымдар өз ұйымын атауын жазасыздар.
одан кейін фиоларыңызды толық жазып, кейін сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Өйткені менде жаңағыдай ұйымдардың атауымен жаңағы әрбір номерлер сақталған. Осы номерге сұрақтарыңыз бар болса, жазатын боласыздар. Жазып алыңыздар. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер. Ертең таңертең сағат 10-да, иә? Я, таңғы 10-да оқытуға дәлме-дәл осылай қосыласыздар. Мен сіздерге жаңағыдай карточканы құрауды және де не толтыру керектігін, қалай толтыру керектігін түсіндіретін боламын. Бүгін енді штатпен жұмыс істеп көреміз, түсінбесек ертең тағы сұрауымызға болады ғой. Я. Жалпы осы шаблонды түсініп алыңыздар. Я? Шаблонның толтырылуын. Өйткені көбінесе заявкада шаблонды қате толтырған жағдайда біз қайта қайтарамыз. Егер де бекітілген штаттық кесте бірге жіберілмесе де қайта қайтарамыз. Неліктен? Өйткені біз бекітілгенге қатысты сол бекітілгендігін көре отырып, жаңағы шаблонды толтыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Алдағы ертеңгі оқытуға уақытылы кірулеріңізді сұраймын. Жарайды, сау болыңыз.